Міне енді келесі қадам осындай жаңа сізге көрсетіп кеткен пластинаны орнатамыз осы осьминогқа. Бірақ мен кішкене күннің тұтылуын көріп тұрған сияқтымын. Сәл осындай ұшы ғана жабық болады. Толық тұтылу емес, ана жолдағы айдың тұтылуы сияқты. Сәл осылай бізде осылай ұшы ғана жабылған көрінеді. Мен үлкейіп бара жатырмын, маған қарап тұрсам үлкейіп бара жатқан сияқты. Сәлем достар, сізбен бірге Puzzle Life арнасы, менің есімім Әділ. Мен Алмас. Енді қазір көбінде сұрақ туындауы мүмкін, неге біз осылай киініп тұрмыз деп. Себебі бұл кезекті күн тұтылуы болып жатыр. Енді қазір біз осы күн тұтылуын қалай қарау керек, оған қандай құрал жабдықтар керек, және оны қолымен кәсіби заттарсыз-ақ оны қалай қараса болады екенін біз сізге бүгін толықтай түсіндіріп кетеміз. Яғни қарапайым заттармен немесе осындай міне Алмаздың басындағы сваркаға арналған маскамен немесе міне осындай заттармен қалай көруге болатынын сізге түсіндіріп кетеміз. Ал енді бастайық. Ал енді достар, міне Алмас бізде қазір штативті жинап жатыр. Енді мұны түсіндірудің қажеті жоқ шығар, штатив бізге керек. Өйткені біз қазір бұл штативке камераны орнатып күнге қарайтын боламыз. Енді біздің тұрақты көрермендеріміз әрине біледі, осыдан бұрын Алмас біз қандай видеоны түсірдік? Айдың тұтылуы. Иә, міне біз негізінде өзіміз осындай әуесқой форматта түсіреміз, яғни бізде аса кәсіби құрал жабдықтар жоқ, сондықтан біз осылай максимал қолда не бар, сол максимал нәтиже шығару керек. Иә, сол үшін біз қолда бар заттардан қазір енді күннің тұтылуын түсіріп көреміз. Бірақ өкінішке орай біз Алматыда тұрамыз, білесіз. Алматыда тұрғандықтан біз күннің тұтылуын көре алмайды екенбіз. Біз бәрін дайындап қойдық. Бір күнде арнайы оны арнап қойдық осы түсіруге деп. Сосын интернетте сонда ғана оқып қойдық қой, Алматыда көрінбейді деп. Енді бұл жағдай бізді жаман бір көңілімізді бір түсірді деп айтса болады, себебі біз жаңа Алмаз айтқандай толықтай дайындалып келдік. Дегенмен достар, онымен біз өз қолымызды түсірмей сізге осындай күн тұтылуда қолдағы бар заттармен күн тұтылуын қалай көруге болатынын біз сізге толықтай көрсетеміз. Біріншіден айтып кететін жайт бар. Күннің тұтылуын екі түрлі тәсілмен көрсе болады. Ол көзбен, оны олай көрмей-ақ қойыңдар. Көзбен көрудің өз екі түрлі тәсілі болады. Біріншісі ол осылай жай қарап қаласың. Біріншіден түк көрмейді, екіншіден өзің көзің құртасыңдар. Екінші тәсіл ол не орысша айтқанда солнцезащитные очки деген болады. Біреумен қарасаң, жай қараған сияқты болады күнге. Сол үшін аса айырмашылық болмайды дейсің ғой? Аса қатты айырмашылық болмайды. Жаңа мен қарадым, көзді кішкене ауыртып жібереді. Ұзақ қарай алмайсың. Емес, қатты ауыртып жібереді. Сол үшін қаншалықты таба алсаңыз, соншалықты қоса беріңдер. Мысалы, екеу нәтижесі жақсы бола ма? Мысалы, осылай қараған кезде мүлдем көрінбейді. Маған қарасаң бірнеше көрінеді. Бірақ онда бірнеше секунд қана қараңдар. Бұл жетеді. Әйтпесе көздерің құртасың. Немесе осындай бұл газдық сваркаға арналған арнайы очки, енді көзді қорғау үшін. Бұдан күшті зат жоқ деп ойлаймын, мен анық. Бірақ мен кішкене күннің тұтылуын көріп тұрған сияқтымын. Қош? Білмеймін, қазір енді тексеріп көреміз енді қазір. Енді шын ба өтірік па мен айтқан сөзім. Мынандай да тәсіл болады. Сосын енді мынандай кішкентай нелермен мынандай үлкен қылып енді кисе болады енді. Енді бұл жер жап-жасылық көрініп тұрады. Міне бұл Алмас көрсеткен жаңағы сваркаға арналған маскадан көрініс осылай болады. Міне келесі біздің қадамымыз ол осындай осыған ұқсас газдық сваркаға арналған, бірақ та оның осындай бір айта кетерлік жағдайы бар достар. Бұл маска өзі осылай ашылады. Шығармаса болады. Ол бізге енді жақсы болып тұр, шығару мүмкіндігі бар болғандықтан. Енді біз бұл затты қолданып қалай камераға түсірсе болатынын көрсетеміз. Міне қазір кішігірім көрсетіп жіберсек, міне осыны біз міне осылай қоямыз. Қазір зумды қой. Зум барлығын жақсы орнатамыз, одан кейін қазір оны кейін көре жатарсыз, бірақ та мен сізге қысқасын қазір көрсетейін деп жатырмын. Күн кетіп қалмасын, тез көрсетіп шығайын. Міне енді көзілдірікпен жалпы осылай көрінеді. Екіншісін қосқан кезде осылай кішкене жақсырақ көрінеді. Бұның не екенін кім біледі егер.
бұл фотопленка. Енді бұны жастардың қазір көбі біле бермейтін шығар. Бұны да негізді қолданса болады. Бір қабатпен қараса мүлдем көрінбейді, шын айтсам. Сол үшін осылай бірнеше қабат. Екі қабатқа істесе дұрыс болады. Жоқ, бірнеше қабат емес. Осылай көп қабат қылып, осылай күнді қарайсың, сол кезде көрінеді. Сол кезде жақсы көрінеді. Бұны жай көзбен көре берсе болады, Бірақ дегені осылай да көзбен қарамай ақ қойыңдар. Көздерін құртасыңдар. Ал енді достар, біз енді күн тұтылуын қарау үшін арналған лайфхактарымызды жалғастырайық. Міне Алмас көріп жатыр уже. Не осылай немесе соткаға қойып осылай қараса болады. Бірақ мен естуім бойынша білмеймін қаншалықты шын, қаншалықты көзге зиян күнге қарауға. Сол сияқты бұл камераның объективіне зиян екен. Міне енді біз қазір осыған мен ұстап тұрған камераны орнатамыз, себебі бұл қазіргі біздің қол астымызда тұрған ең жақсы түсіре алатын камера. Ал мен қазір осы щелчокпен соткан камерасына көшемін. Осылай орнатып аламыз алдымен камераны. Бір кішкене түсіру керек сияқты. Иә, сәл түсіріп қойса дұрыс болады, себебі күнді жылжып жатыр, біз осы түсіріп жатқанша талай уақыт өтті. Күн төмен түсіп кетті. Иә. Басынан жоғары болды қапты. Не осыны арнайы астына штатив болады. Бәрі білетін шығар ондайды. Оған біз оны майыстырып, арнайы тұрғызайық алдымен осылай. Міне енді келесі қадам, осындай және сізге көрсетіп кеткен пластинаны орнатамыз осы осьминогқа. Және міне байқап отырсаңыз, объектив және біз көзімізбен қарағандай осы объективтен күнге қарап отырады. Енді телефоннан қайтадан камераға көшейік. Енді біз жақындатайық. Қазір. Жоқ, қара не көрініп тұр. Достар, біз қателесіппіз. Өзіміз және ең соңына дейін біз ойлап едік, сізбен бірге жалпы көріп отырмыз қазір. Себебі біз осыға дейін біз күн тұтылуы Алматыда көрінбейді деп мәліметті көрдік. Жалған мәлімет болды ғой. Иә, дегенмен қазір біз басқандай көріністі көріп отырмыз. Мүмкін бұл көзбен, бірақ мен жаңа көзбен қараған кезде көрініп тұрды ғой. Қазір уақытты айтайын, уақыты да дұрыс емес. Интернетте айтылған уақыты да дұрыс емес. Мына өтіп кеткен жоқ па уақыты? Бұл біз соңын түсіп қалған жоқпыз ба? Сонда біз бағана түсіруге мүмкіндік болған шығар. Болды, біз оны өткізіп алдық. Бірақ сіз міне көріп тұрсыз кішкене. Не көріп тұрсыз, күнді бір істеп алған сияқты. Міне барлығы бірінші беттен, яғни от первого лица деп орысша айтады, осылай көрініп тұрады. Мен үлкейіп бара жатыр ма? Мен қарап тұрсам үлкейіп бара жатқан сияқты. Иә, мен де қарап тұрмын, және сәл-сәл үлкейіп бара жатыр. Негізінде бір сайтта былай жазылады, келесі сайтта басқалай жазылады. Өзің байқадың ба соны? Иә, байқадым. Қаншалықты білмеймін. Уақытты әртүрлі көрсетеді екен. Иә, білмеймін бұл жерде кімнің қателік кеткен екенін. Мақаланы жазған адамда қателік кетті ме, әлде? Мүмкін олар ойлаған шығар, күннің бір кішкене ғана бөлігі көрінеді, адамдар тіпті байқамай қалады деп. Иә, дегенмен бүгін не көріп тұрмыз ғой? Иә. Негізінде енді өкініп тұрған жоқпыз біз. Не болса да негізінде бүгін видеоны түсірмейміз деп ойладық, иә? Көңіліміз түсіп видеоны түсірмейміз деп ойлағанбыз. Бірақ камераны орнатып біз міне осындай көріністі көріп отырмыз, қараңыз. Бірақ көзбен қарасаң, енді мән беріп енді дұрыстап тұрып қарасаң, сәл көрінеді, бірақ көрінбейді деп айтса болады. Телескоппен немесе басқа немен тіпті қарамаңдар. Ол кім біледі, мысалы, лупамен осылай түсірген кезде не болатын, не осы сурет тұрады осылай. Осы не анимация немесе сурет болады, сен көздермен дәл солай болады. Қараушы болмадыр күнге. Сен осы жайлы оқыдың ғой, негізінде телескопқа осындай күнге арналған осындай арнайы фильтрлар болады. Фильтр болады, иә? Негізі камераға да болады, бірақ біз қол астымызда жоқ. Сол үшін біз осындай газосварканың несін қолданып отырмыз. Бірақ негізінде мынау осьминогты не істесе болады, осындайды алып камераға жабыстырып осылай. Смартфондар соткаларын бәріне қоя берсе болады, иә? Бірақ олар дұрыс көрінбейді орында. Дегенмен, былай қараса кішкене көрінеді. Осылай неде езіліп қалады дұрыс. Мен қазір камераға арнайы
Бұл видеода көрсетеміз қазір. Міне, жай түсірген кезде міне, ал камераға орнатқан кезде осылай күннің тұтылуы көрінбейді екен. Шыны керек, жасыл күнді ғана көре аласың. Солай емес пе? Иә. Бірақ та алмас. Андағы берші. Жоқ, мына. Неге? Жоқ. Болмайды екен. Жоқ, дұрыс камерамен, мына сотканың камерасымен дұрыс көрінбейді екен. Бірақ та мынау күннің тұтылу жағдайында мынау таптырмасы зат екен, керемет осылай орната қоясың. Егер камераны немесе басқандай енді зумы жақсы бір камераны қойып нетсең, күннің тұтылуын көргіңіз келсе, осындай құрылғы жасап біз сізге көрсеткен бүгін. Осылай оңай ғана және кәдімгі қинаусыз көруге болады. Біраз уақыт өткізіп, кішкене тағы да түсіре бастадық. Бір 15 минутта өтті, соңғы рет түсіргеннен бері. Негізгі бүгінгі видеоның мақсаты қандай, достар? Егер қолыңызда кәсіби заттар болмаса, кәсіби құрал жабдықтар болмаса, егер талпынысың болса, қолында бар заттармен негізін істеуге болады, Иә. Бұл жағдайда ешқандай қиналу немесе басқандай амалдарды іздеудің қажеті жоқ. Қол астында не бар? Жалпы барлық заттарда солай ғой негізі. Иә, әрине. Егер бірдеңке қолынан келмей жатса, не болса да қолында бар заттармен барша тырысу керек негізінен. Айтпақшы достар, егер кім көрмесе анау жолдағы айдың тұтылуын өте сирек болады. Ол кезде Марсты көрінген аспанда. Марс пен айдың тұтылуы көрінді, соны кім көрмесе міндетті түрде көріп кеттіңіз. Одан кейін бір айта кетерлік жағдай, кейбіреулер бәрі емес. Бірнеше адамдар ана жол. Сен не деп айтып жатсың, қайдағы мынандай 25 мың жылдағы зат деп айтып, есінде ме? Кейбіреулер жазды ғой. Олар бірінші жылдан көрсе болады деп. Мен жылына 2 рет айдың тұтылуын көремін деп айтып жатқан. Негізінде ол достар, біздің айтқан сөзіміз түсінген жоқ. Біздің видеомыз сәл түсінген жоқ. Ол жерде біз айдың толық тұтылуы мен Марстың бір кезде пайда болуын айттық біз. Сондықтан бұл жерде сәл видеоға мән беріп тыңдау керек еді. Видеоны көрмей жатып пікір жазу дұрыс емес, достар. Алдымен көріп алыңыз, одан кейін өз ойыңызды жазыңыз. Қазақстанда осы күннің тұтылуының толық фазасын көре алмаймыз, сондықтан міне сәл осындай ұшы ғана жабық болады. Толық тұтылу емес, ана жолдағы айдың тұтылуы сияқты. Сәл осылай, бізде осылай ұшы ғана жабылған көрінеді. Соның өзінде әсерлі көрінеді екен. Осылай ана күннің ұшын тістеп алғандай. Ана Пакмен бар ғой? Пакмен. Пакменға ұқсас. Кім Пакменді білсе лайк басып отырыңыз. Қазір осы ненің күннің қасына пайда болып келеді Пакмен. Міне күннің қасына Пакменді қойып қойдық. Айтыңыз, қалай комментарийде ұқсай ма, ұқсамай ма? Менің ойымша ұқсайды. Ұқсайтын сияқты. Не бұлттардың осылай күннің үстіне өткен әдемі көрінеді екен. Жақсы көрінеді. Көзбен көрмейді бұл бірақ. Көзбен көрсе болады, бірақ та көзің қатты ауырады екен. Осы біз штатив түзу тұр, бірақ білмеймін, бір жылжып кете береді ме, бір нәрсе болады. Қатты зум болған кезде кім біледі, осылай бір кішкене болсын қозғалыстың бәрін сезеді ғой камера. Енді достар, міндетті түрде лайктарыңызды басып отырыңыз. Сіз үшін тырысып жүрміз осы. Жай ғана бізге лайк ұнағаннан немесе лайк жинаушы ондай емес. Біз осылай сіздерге айдың да тұтылуын көрсетіп отырмыз, күннің де тұтылуын көрсетіп отырмыз. Сондықтан осылай сәл болса еңбегімізді бағалап кетсеңіздер, әрине бізге де жақсы болады, бізге де осылай ары қарай сіздерге деген тырысуымыз көп болады, одан ары қаттырақ болады. Сондықтан міндетті түрде лайк басып отырыңыз. Ал егер кім тіркелмеген болса, міндетті түрде арнамызға жазылып отырыңыз. Осы жерде біз көптеген қызықты видеоларды көрсетеміз. Осындай және де басқандай өзіміздің өмірімізбен байланысты заттарды көрсетеміз. Енді бұлттар кәдімгідей қазір сізге зумда тек қана күн көрініп тұр, бірақ та бізге мұнда бұлттардың барлығы үлкен болып аңжығып кетіп бара жатыр. Енді осы жақын аралықта бұлттармен жабылатын түрі бар сияқты. Достар, айтпақшы, біз айдың тұтылуын түсірген кезде көптеген адамдар өз ойларын жазып отырған, қашан көрді, және осы айдың тұтылу жайлы өз ойларын жазып отырды. Енді бізге жалпы Алмаз екеумізге қызық осы күн тұтылу жайлы сіз не ойлайсыз?
міндетті түрде жазып отырыңыз пікір алаңға. Бізге осы түсіріп отырған мақсаты да сол. Сізбен бөлісу, сіздің ойларыңызды білу. Сондықтан өз ойларыңызды жазып отырыңыз. Күн жоқ болып кетті. Кішкене ар жаққа істеші. Міне осындай көрініс болып тұр қазір аспанда. Ой, мынау енді ұзақ уақыт болатымыз. Байқап отырсың, Иә. ар жақты қарашы қанша бұлт келіп жатыр. Күн жауап болмысын айтсам. Десе де жартылай болсын түсірдік, Міне шығып келіп жатыр. О, Енді жақындатайық. күннің туы. Негізінде айтайын, осындай күн шыжған ыстығында түсіру оңай емес екен. Бағанадан бері күтіп, қазір сізге бір кадрларды көрсетейік. Бұға дейін біз қазір бөлмеде түсіріп отырмыз. Бұға дейін біз далада тырысып. Басынан бастап сол бөлмеде түсіру керек еді. Далада тырысып, былай да қойып, былай да барлығы көрінді, бірақ та күннің тұтылуы көрінбей қойды. Бірақ ол кезде басталмаған ба, білмеймін, сол көрінген жоқ. Доп-домалақ болды. Бірақ та уақытында қарадық. Иә. Айтылған, интернетте айтылған уақытта қарадық. Біз кешірек қойдық, соның өзіне көрініп тұр қазір күн. Қазір міне бұлттар түгелімен жауып тастапты. Қалың бұлттар кетті. Қалың. Енді кішкене Бұған 40 градус болды. Мә. 40 емес, валдайым 38 болды. Кім осы Алматыда тұрады, біздің көрермендерден. Осы 11-ші тамызда қаншақты ыстық болғанын кімге жазып кетіңіз. Қаншақты не үлкен бұлт екенін көріп тұрсыз енді. Қашан кететінін енді белгісіз. Не күн енді ұзақ күтіп, не күні шыға бастады. Түй шықпай қойды ма? Бірақ осылай қарасам шығып тұрған сияқты. Осылай қарасам не жарқырап тұр, не күннің ашып тұр екен. Ол анық, бірақ жақындатсам жоқ. Достар, осы күнге қарап біздің туымыз есіме түсіп кетті. Бір логикалық сұрақ қойып жіберейін сіздерге. Қазақстанның туында қанша жұлдыз бейнеленген? Өз жауаптарыңызды жазып отырыңыз. Бұл сұрақты мән беріп тыңдаңыз. Ай, осылай, мынау деп жазып жүрмін. Қазір енді соңғы өзгерісті қаймыз. Толық дөңгелек болып қалған сияқты. Міне, кетіп қалды, Бітті, толық фазасы бітті қазір. Толық фаза деймін ғой. Жалпы бізге көрінетіні уже бітіп қалды. Міне күнде өзі түсіп бара жатқан сияқты. Енді толық фазасын көре алмауымыз себебі, өйткені өзіңіз және естігендей, біздің аймақта осындай ғана көрініп тұр. Жай басы ғана көрініп тұр екен. Міне осындай алмаздың қолындағы және міне жерде тұрған, немесе осындай қолда болған заттармен осындай күн тұтылуын, осындай астрономиялық құбылысты көруге болады. Ең бастысы талпыныс болса, ең бастысы сол ғой. Достар, сіздерге осы видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, біздің еңбегімізге баға беріп кетіңіз, және біздің Puzzle Life арнамызға жазылып кетуге ұмытпаңыз. Қасына шыққан қоңыраушыға бассаңыз, біздің видеоларымызды әрдайым ең бірінші болып көретін боласыз. Және де бұл жерде міне Puzzle TV деген біздің Instagram парақшамызға сілтеме. Ол жерде біз күнделікті осындай түрлі жерлерге барғанымызды, жаңалықтарымызды, жалпы Puzzle жайлы, Puzzle Life жайлы және күнделікті өзіміздің өмірімізді көрсетіп отырамыз. Сондықтан барлық жерлерге сілтемелер видеоның сипаттамасында және бірінші комментарийде болады. Ал сізбен болған Puzzle Life арнасы, менің есімім Әділ. Мен Алмас. Бүгінге осы Puzzle'ға жазыл.